Алтын күз жылдың 4 мезгілінің берекелісі. Осынау күзде диқандар өздерінің жыл бойғы еткен еңбегінің 9 ай бойы төккен маңдай терінің жемісін жинайды. Ауылдар әнге, қамбалар дәнге толады. Жеміс жидектер пісіп, жетісіп, дастархан көркін молайтып, халықтың көңілін тоғайтады. Сол үшін біздің қазақ жылдың күз мезгілінде қадірлеп қастерлейді. Бұл мезгілде жасыл жапырақтар сарғайып, сабағынан үзіліп, табиғат ерекше түске енеді. Сондықтан алтын күз деп ардақтайды. Міне осынау алтын күз, орбалар егіні, жинабалар жемісі, қақтабалар қауыны, сақтап қояр соғым болмаса да, киелі мекен Маңғыстауға мерекелі де берекелі болып келгені баршаға аян. Міне осыған байланысты алтын күз сайысы кеше қаламыздағы Оразмағамбет Тұрмағамбетұлы атындағы мұнай және газ колледжінің 1-ші курс студенттері арасында болып өтті. Сайысқа қатысқан, сахнаға жұптасып шыққан 15 қыз бен қыз рөлін атқарған бір ұл бала жарыс шарттарына сәйкес өзін таныстыру, екінші өз өнерін көрсету және күздік киім үлгілерімен көріну секілді сатылар бойынша бәсекелесті. Сайысқа қатысқан студенттердің көпшілігінің осынау жарысқа тиянақты дайындалғандығы алғашқы өзін таныстырудан ақ көрініп тұрды. Менің анам қойған, Сұлтанбек әкеммен ұқсап туған, Бабықбай, Боранбай көшкін аталарым, Бегейдің қосаяға одан қойған, табиғат сұлулар күз келгенде, бозбала күлімдейді қыз көргенде, көрермен қолы соқпай қалайшыға, ортаға айдайлы қыз келгенде, жеріме берекелі.
сатысында сайысқа түскен жастар бірінен бірі қалыспады. Дегенмен жастардың шетелдік даңғызы әуендер мен жартылай жалаңаш денелі билеріне әуестенуі көңілге күдік ұялатады. Міне, осындай күдікті көңілімізді қазақтың аққу күйін әдемілеп билеген Дана Сәрсенбаева деген қызымыз бір серпілтіп тастады. Әрине, той кемшіліксіз өтпейді дегендей, бұл сайыста алдағы кезеңде ескерілетін нәрселер жеткілікті. Ең бірінші, ұйымдастырушылар сайыс қатысушыларына сахнаның ережесін сақтауды баса үйретуі керек сияқты. Екіншіден, ұлттық салт дәстүр мен әдет ғұрыпқа көбірек көңіл бөлсек, ештеңеден ұтылмаймыз. Үшіншіден, қазылар алқасының мүшелері топ жетекшілерінің беделіне емес, сахнадағы сайыскердің өнеріне, өресіне, сахналық мәдениетіне қарай баға берсе, барлық жерде әділдік үкім сүріп, келешектегі іс-шараларының да іргетасының нығаятынан естен шығармаған жөн. Сөйтіп, көптен күткен қазылар алқасының шешімі жарияланды. Жарыста үздік деп табылған Рабиға Лепесбаева бірінші орынды жеңіп алды. Нәзира Қиялбаева екінші орынды иеленсе, Ұлбосын Жанболсынова мен Балжан Ермекбаева үшінші орынды бөлісті. Ал Анар Тұрғанбаева, Ғалия Ұлықманова, Әсия Жанова және Жақсылық Байжановтар ынталандыру сыйлығын қанжығаға байлады. Ермекбаева Балжан. Ермекбаева Балжан.